Теректі әулие петроглифтері. Жезқазған қаласынан шамамен 90 шақырым жерде неолит дәуіріне жататын петроглифтер галереясы тұрады. Бірақ бұл жердің тарихи-мәдени құндылығы тек суреттерде ғана емес, ежелгі адамдар мекен еткенін дәлелдейтін жәдігерлер жеткілікті. Тұрақтардан бөлек қола дәуіріне жататын қорымдар бар. Ерте темір дәуіріне тиесілі қорғандар, тік және көлденең шахталардың қалдықтары да бар. Яғни бұл өңірде кен және түрлі минералдар өндірілгенін дәлелдейтін тарихи айғақтар шоғырланған. Теректі әулие құдайға құлшылық ету немесе құрбандық шалу орны болуы бек мүмкін. Ботай мәдениеті. Энеолит дәуірінде солтүстік Қазақстанды мекендеген тайпалар мәдениеті. 15 гектар жерді алып жатқан қоныстан 158 үйдің орны қазылып аршылды. Олар қабырғалары бір-біріне жалғастырылып салынған, бірнеше тұйықталған бөліктерден тұрады. Кейбіреулерінде 30-ға тарта үйлер болған. Шаруашылық құралдары түрлі тастардан, балшықтан және сүйектерден жасалынған. Ботай мәдениетін жасаған тайпалар жылқыны қолға үйреткен. Тастан жасалған пышақ, қанжар, жебенің, найзаның ұштарының көптеп табылуы қоғам өмірінде аңшылықтың рөлін айқын көрсетеді. Сонымен қатар гарпун, ине, жуалдыз, тесіктер, тұмар және әшекей бұйымдардың кездесуі шаруашылықтың әр саласын хабар береді. Сілікті жазығы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының аумағында орналасқан. Ұзындығы 80, ені 30 шақырым осы кең жазықты оңтүстігінде Тарбағатай, Сауырсайқан, Маңырақ таулары қоршап жатыр. Шілікті даласында көне мәдениеттің аса бір өркендеген уақыты біздің заманымызға дейін 1000 жылдыққа сәйкес келеді. Шілікті даласында сақ үйсін дәуірінің 200-ден астам ескерткіштері бар. Қара оба бәйгетөбені қазып зерттеген ғалым Әбдеш Төлеубаев 3-ші алтын адамды тауып, археология ғылымында әлемдік сенсация жасады. Осы обадан 4325 алтын бұйым табылған еді. 72 нүктесінде 1675 қорған бар. Отырар 8 ғасырдың басынан Тарбант деген атаумен белгілі. Бұл атау күлтегін және білге қаған құрметіне арналған. Көне түркі жазбаларда кездеседі. 5-15 ғасырларда Арал бойындағы көшпелі тайпалармен сауда жасайтын Иран мен Орта Азиядан Сібірге, Монғолияға және Қытайға қатынайтын сауда жолындағы маңызды қала болды. Сондай-ақ Отырар мәдени аумағы қаңлы тайпаларының көне мәдениеті 100-ге жуық таңба белгілер мен түрлі жәдігер әшекейлер табылды. Сарайшық немесе кіші сарай. 12 ғасыр қала іргесінің қаланып бой көтеруі. 13-14 ғасыр Алтын Орда өмір сүрген кезеңдегі Европаның, Орта Азия, Қазақстанда монғолдар және Қытаймен жалғастырған ірі сауда орталығы. Қаланың гүлденіп өркендеу дәуірі. 15-16 ғасыр Ноғай ордасының орталығы. Орыс қазақтар шабуылынан күйреп қирады. Қасым хан тұсында Қазақ хандығының астанасы болды. Ақыртас Тараздың шығысында 40 км жерде орналасқан 19 ғасырға тиесілі. Аумағы 2,5 гектар жерді алып жатқан бұл нысанның 70-ке жуық бөлмесі 15 колонна галереясы, ортада жарты гектар ашық алаңы болған. Қорғанның оңтүстік және солтүстік қақпалары бар. Жер асты өтпе жолдан өтпекші болғандар тірі шыққан емес. Қашалған тастардың салмағы 10 тоннадан асады. Тас блоктар 500 метр қашықтықта орналасқан Қоңыртөбеде өңделіпті. Қақпаның біреуі солтүстікке, қалған үшеуі оңтүстікке қаратылған. Кейбір ғалымдар бүгінгі Ақыртасты араб деректерінде кезігетін Ұлы Жібек жолының бойындағы Қасребас қаласы деп болжайды. Ғимарат үйсіндердің дәуірлеген алтын ғасыры біздің заманымызға бұрын 2-1 ғасырдың тоғысқан тұсында салынған құрылыс деген жорамал бар. Байқоңыр Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан ғарыш алаңы. Іргесі 1955 жылы қаланған. Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашық болуы, экватор жазықтығына жақындығы, ракета ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық объектілер үшін қолайлы қону аймақтарының болуы, тағы да басқа факторлар ескерілді. Байқоңырдың басты және көмекші объектілері мен қызмет ету орындары кең аймаққа орналасқан. Олар бір-бірімен автомобиль жолдары және темір жол арқылы байланысқан.